Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге осындай керемет, ерекше әрі ингредиенттері қолжетімді мишка тортының құрамымен бөлісемін. Достар, видеода көріп тұрғандарыңыздай торт өте нәзік, сондай дәмді және оңай әрі тез жасалады. Бізге керекті заттар: морозильниктен шыққан сары май, жұмыртқаның сарысы, қаймақ және де бір шай қасық разрыхлительді ұнға салып, жақсылап араластырып аламыз. Кейін морозильниктен шыққан сары майды ұнға аударып, оны терка арқылы өткіземіз. Келесі май мен ұнды видеодағыдай біріктіре отырып ұнтақ жасаймыз, яғни крошка. Енді ұнтаққа қаймақты және де жұмыртқаның сарысын салып, қамыр елейміз. Міне достар, бізде осындай песочный қамыр шығу керек. Келесі қамырды целлофанға салып, 20 минуттай морозильникқа қоямыз. Оған дейін біз торттың безесін дайындаймыз. Ыдысымыз тап-таза болуы керек. Оның үстіне ақуызды құямыз және де миксердің төменгі жылдамдығынан бастап жоғары жылдамдыққа дейін қантты аз-аздан бөліп сала отырып миксерлейміз. Қантты аз-аздан сала отыру себебі біздің ақуызымыз, яғни меренгамыз үлпілдеп әппақ болып шығады. Келесі қант салып болған соң лимонның қышқылын видеодағыдай аздап саламыз. Лимонның қышқылын салу себебі меренга жұмсақ болып шығады. Міне достар, біздің ақуызымыз дайын. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай өте мамық әрі жұмсақ болып шыққан. Келесі қамырды морозильниктен алып шығамыз. Оны 3 бөлікке бөліп теркадан өткіземіз. Келесі теркадан өткен қамырды осындай мен форманы дайындап қойдым. 22 сантиметрлік осындай кольцоны қоямыз. Оның ішіне жаңағы теркадан өткізген қамырымызды видеодағыдай салып шығамыз. Достар, қамырдың 3 бөлігінде осылай 22 сантиметрлік кольцоға салып формасын шығарып аламыз және астына пергамент қағазын төсеу керек. Келесі қамырды да дәл алдыңғыдай салып шығамыз. Енді осындай кондитерлік мешокқа мен осындай торттың насаткасын салдым. Оның ішіне мен жаңағы дайындап алған безені саламын. Безені 3 бөлікке бөліп, дайындап алған торттың корждарына жағып шығамыз. Келесі дайын болған корж бен безені духовкада 20-30 минуттай 160 градуста пісіреміз. Келесі торттың кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге үй температурасындағы сары майды бір ыдысқа салып аламыз да, оны әппақ болып көпіргенше миксерлейміз. Келесі дайын болған майдың үстіне сгущенканы құйып, біркелкі консистенция шыққанға дейін тағы да миксерлеп аламыз. Крем сондай жұп-жұмсақ үлпілдеп шықты. Біздің корждарымыз дайын. Енді корждарды жинайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен бірінші корждың үстіне грек жаңғағын үгітіп аз-аздан салып шығамыз.
келесі үстіне дайындап қойған кремді осындай кондитерлік пакетке салып үстіне құйып шығамыз. Достар, кремді видеодағыдай құйып шықсаңыздар өте әдемі көрінеді. Торттың арасына мен малиналыны салып шықтым. Сіздер өз фантазияларыңызға байланысты малина немесе банан салуға да болады. Келесі екінші кожды қоямыз. Екінші кожды да бірінші кожды қалай жасадық, дәл солай жасап шығасыздар. Келесі ең соңғы үшінші кожды екінші кождың үстіне қойып, үстіне жаңғақ, малина және де кремді жағып шығамыз. Тортымыз әдемі көріну үшін кремді видеодағыдай құйып шығамыз. Келесі торттың бетіне жаңағы жаңғақтан тағы да аз-аздан сеуіп шығамыз және де оның үстіне малинаны әдемілеп қоямыз. Достар, сіздер малинаның орнын басқа жеміспен алмастыруларыңызға болады. Өз қалауларыңызша, өз фантазияларыңызға байланысты тортты басқаша да сәндеуге болады. Достар, біздің тортымыз толығымен дайын болды. Қараңыздар, өте жұп-жұмсақ, әрі өте дәмді, дәмі тіл үйіреді. Достар, бұл торттың ерекшелігі үйдегі бар қарапайым ингредиенттер дайын болады. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай сондай жұп-жұмсақ болып шыққан осы рецептпен дайындауды кеңес беремін. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар.